амансыз ба әже? Aman aynalayın, bir жасыңмен бақытты бол айналайын. Қош келіп жатсың, қош келдің айналайын. Жұмысым бойынша Мағжан Жұмабаевтың әже өлеңі бойынша сізге сұрақтарым бар. Өзіңіз ең алғашқы таныстырып кетсеңіз. Мен өзім айналайын. Ана төменгі Басқұлшақ іргелес Сүйіндік совхозына сол жерде туып өскенмін. Содан осы Сүйіндік дейтін ауылға келін болып түстім. 60 жыл болды келін болып түскеніме. Атым Роза, өзім интернатта бала тәрбиеші болып жұмыс жасадым. Жолдасым Айтжан Нұрболат мектепте оқытушы болды, қазақ пәнінен сабақ берді. Айналайын, ал сұрақтарын қоя береді. Әже, немере тәрбиесіне қандай үлес қосып отырсыз? Өзімнің 9 балам бар, сол баламнан көрген немерелерім бар. Шөбере көріп отырмын қазір. Өзім немерелерім, 3 немеремді оқытып, өзімнің әжелік тәрбиемді бердім. Бұрынғы өзімнің ертегілер айттым, сабаққа қатыстым, сабақтарына. Өзімнің әжелік ресімді қостым деп ойлаймын енді. Енді қазір шөберелерім бар. Қандай ертегілер айттыңыз? 5 шөберем бар. Олар әжем маған ертек айт дейді, біздерге. Ертек айтамын оларға. Кітаптан оқимын, өзімнің әуелде мектепте қалған біздің заманымызда ертегі менен ертек айтатын еді бізге де әжелеріміз. Сол есімде қалған ертегілерімді шөберелеріме үйретемін, айтамын шөберелеріме. Әже, ұршық үйресіз ба, тоқыма тоқисыз ба? Бұл сұрағың өте орынды айналайын. Енді бұрын ұршықты ердім. Қойдың жүнін, ешкінің түбітін еріп, басымызға шалы тоқитын едік. Түйенің жүнін, қойдың жүнін еріп, оның жібінен қақпалаша дейді. Қақпалаша тоқыдым. Аяққа шүлка, аяғың жылы жүреді қыста, нәски тоқып кидік. Жемпір, кеудеге жемпір тоқыдық. Менің әжелерім жіптен қойдың жүнінен көйлек тоқып киген бұрын. Қазір енді заманға сай, қазір бәрі әзір, қазір ешкім иірмейді, ешкім тоқымайды. Мен қазір көзім көріңкіремейді. Бұрын үйіріп, мына ұршығым, мынау, бәрінде. Қазір бәрі магазин алып келеді. Әзір киімді киеміз. Қазір тоқыма. Соны қайтадан өздерің тоқып, нетсеңдер, тоқыларына үйренсеңдер, тоқып істеуге болады. Бірақ қазір бәрі де бар ғой, заманымызда бәрі де. Неше не кейін жоқ. Бірақ бұрынғы бұйымдар, бұрынғы киімдер денсаулыққа да күшті, аяғың жылы болады. Байпақты да қойдың жүнінен байпақ бастырып, аяққа киеміз. Аяғымыз ауырмайды. Өсігенде жастардың барлығы аяғы ауырады. Барлығы бұрынғы қойдың жүнін қолданбайды, түйенің жүнін қолданбайды. Солай шырағым, қазір енді үлкейдік, қазір көз көрмейді. 6 құлаш, 12 құлаш алаша тоқимын сол уақытта. Құрамыз, кәдімгі өзін құралып алады. Мына жіптен домалақтап, содан мына қалап алады. Былай. Менің арасын салып жібермей тұрамыз құрып. Кәдімгі өзіңде мынандай клем палаш шықты. Мыналардан олар 10 түйдей артық. Жылылығы қандай, төзімділігі қандай. Ешбір шаң жинамайды олар. Бұрынғы киімдер де қазір ол жүндерін енді пайдаланбайды, қазір ешкім жеңіл. Тыңдауда немерелеріңіз бен шөберелеріңізде айырмашылығы бар ма? Әрине бар айналайын. Бұрын немерелерім айтқан ертегілерімді тыңдайтын еді. Енді қазір шөберелерім ондай ертегілерге көп қызықпайды. Қазір телефон, бәрін телефонда көрсетеді. Телефонға бейімделіп соны қарағылары келіп тұрады. Телевизор мен телефонда. Жалпы отбасыңызда ұлттық дәстүрлерді ұстанасыз ба? Әрине, ұлттық дәстүр біздің қазағымыздың дәстүрі салты жойылмайды. Менің өзім қолымда ата енем болды. Енем кимешек жаулық киетін еді. Енді атам 90-ға келіп қайтыс болды. Солардан көргенімді мына балалар немерелеріме, шөберелеріме айтып отырамын. Бірақ қазір заманға сай, қазір бәрі өзгерді. Енді өзім бұрынғы салтымменен өзімнің қазақ киімдерін киемін. Әже, көже дайындайсыз ба сіз? Әрине, қазақтың бірінші асы көже, қымыз, шұбат дейтін. Енді қазір мен жасым 87-те бие сауа алмаймын қазір. Бірақ мына көжемді пісіріп, келген кісіге көжеден ауыз еткіземін. Қазақтың қонақжайлығы, қонақжай қазағымыз. Келген кісіні қырауыз жібермейді. Көжеден ақтан ауыз дейді. Сондықтан мен көже пісіріп, осы келген кісілерге көжеден ауыз еткіземін. Мына құртымыз, мына ежелден қайнатқан сары құрт, анау ақ құртымыз. Осының барлығында әлі күнге дейін дастарханымызға қойылатын тағамның ең бірінші түрлері деп мен есептеймін қазақтың. Көжеден ауыз етіңдер, бұл көже дейін бірінші тоқтық, адам достықты, сыйластықты, бауырмалдықты біріктіретін ақ қой бұл. Осы мынау наурыз айы, аузымыз аққа тиіп дейді, мына ақтан ауыз етіңіздер. Әжеңнің пісірген көжесі мынау наурыз. Ола көжені мынау кеше наурызда бұл көжеге 7 түрлі қосады. Әуелі жылқының жаясын қайнатып сорпасына бидайдың жармасын салады, кішміс салады, мейіз салады, дұз салады, тары салады, дұз салады. Соның бәрін
жетерлік осы ол наурыз көже. Мына күнделікті күндегін ішетін көжеміз. Ауыз етіңдер. Жастарға не айтасыз? Қадірлі жастарға айтатыным шырағым, мына ақтың жолы денсаулыққа өте мол қажет зат қой мына ақ деген. Өсіңді жастар мына газделген сусындарды энергетика жаңағы соған әуес. Соған әуестенбеңдер, мына аққа жеңілетіндер, ақ ішіңдер. Өздеріңде қолдарынан келеді. Үйде сүтті құйып жіберіп, осы ақты ішулеріңізді сұраймын жастарға. Денсаулықтарыңды күтіңдер. Адам қазақ бұрыннан ақпенен етке жеңілеткен ғой. Ет жеген, шұбат ішкен, қымыз ішкен.